Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Достар, бірінші каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әнші Төреғали Төреәлінің екінші қарындасы да неке қиып ұзату тойға қызу дайындық үстінде. Неке қию рәсімінің әдемі фото видеоларын әнші кенже қарындасы өз парақшасына жүктеп, бүгін қасиетті жұма күні Алла алдындағы ақ некеміз қию бұйырыпты. Үлгілі отбасы болуды, салихалы ұрпақ тәрбиелеп өсіруді Алла нәсіп етсін. Сіздің разылығыңыз Алланың разылығы. Ұлы дала баласының қарындасы қазір әлеуметтік желіде өте белсенді блогерлердің бірі. Жуырда ғана Европада ғашықпен бірге саяхаттап келген арудың неке қию кезіндегі махрға не сұрағаны көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Алайда иман махрға динада не қалайтын емес, күйеу баланы не алып беруге ниетте екенін сұрапты. Ал әзірге ол қандай сыйлықты айтқанын блогер құпия ұстауды жөн көреді. Айтпақшы, Дина мектепте бітірген соң жоғарғы оқу орнына түспеген. Мектеп бітіргеннен кейін бірден жұмыс істеп кеттім. 4 жыл бір мамандықты оқып, кейін айлыққа жұмыс істегім келмейді. Қазір шүкір таңдаған жолыма өміріме ризамын дейді әншінің қарындасы. Блогер Ару Қызылорданың келіні атанбақ. Қазір ұзату мен тойға қызу дайындық үстінде жүрген сылқым көптің жасырған ғашығын ұзату түнін көрсетпек. Көрімдік жинауға ниетте екенін айтты. Оған өзінің оқырмандары әртүрлі пікір жазылуда. Бетін ашпай, табалдырғаттамай неке қию деген қызық екен осылардың. Той алдында бірінші Алла үйіне бата алады. Түсінген адам түсінеді, білмейсіңдер, не болса соны жаза бермеңдерші. Бақытты болсын. Осылар мектепті бітіре сала күйеуге тиеді екен. Қазіргі заманда білімсіз, қалай тойсыз, беті ашылмай неке қияды түсінбеймін деп әртүрлі пікірлер жазылуда. Біз де Төреғали Төреәлінің қарындасына тек қана бақыт тілейміз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар.